Бұл жолы сарапшылар әңгімесінің өзегінде әлеуметтік мәселелер. Тақырып өзекті болғандықтан әңгіменің өзі де аса қызу өтті. Әлеуметтік жаңғырту саясат пен экономиканың жаңаруын талап етеді деді жиналғандар. Ал Самұрық Қазына қорының басқару директоры Дархан Қалетаев компаниялар тобы шеңберінде қолға алынған ауқымды жұмыс жайында баян етті. Осы жұмыстың үлкен бір қыры ұжымдық келісім шарттарды қайта қарастыру. Бүгінде бұл орайда 100% талдау жүргізіліп, тиісті қорытынды шығарылған. Енді ойымыз осы жылдың аяғына дейін осы ұжымдық келісім шарттың бір жобасын жасап, бәріне бірдей жоба жасау өте қиын. Бұл жерде енді бәр жаққа келісімге де, профсоюздарға да, жұмыскерлерге де, жұмыс берушілерге де бір жан-жақтан дайындалған бір документ дайындауға, сондай бір аяққа нәтижеге жеткізуге мақсаттанып отырмыз. Алайда пікірталас қор шеңберінен асып түскендей. Саясаткерлер әсіресе шағын және орта бизнестің жайын, ауылдағы ахуалды көп қозғады. Ежелден бері ауыл шаруашылығымен айналысқан халқымыздың енді ауылдан безіп жатқаны өкінішті әрине. Әдеттегіде жұмыс орындарын құру туралы сөз болды. Жұмысты жыл бойы болу үшін ауылда тек қана ауыл шаруашылығы өнімін өндіру емес, оны өңдеуде де дамыту керек. Айран шығару, сүт өңдеу, етті жөндеу магазиндері бар, бәрі бар. Сондықтан әрине соны дамыту керек. Біз 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз, ғарышты игеріп жатырмыз, мұнайды игеріп жатырмыз, айту ұят. Сондықтан бәріміздің ауылдан шықтық. Мен айтайын дегенім, осы әлеуметтік жаңғыртуды біз осы баспасөз арқылы халыққа жеткізуіміз керек. Жыламаған балаға емшек бермейді дейді. Яғни халық білу керек, бұл неліктен жасалып жатыр. Ал бизнеске келетін болсақ, сарапшылардың пікірінше кәсіпкерлерге балық берудің қажеті жоқ. Тек қармақ ұсынудың өзі жеткілікті. Яғни қарапайым сөзбен айтқанда жұмыстарына кедергі жасамау керек. Қалай дегенмен барлық кедергіні бір күнде алып тастау мүмкін емес. Эксперт мамандар жиын соңында бір пікірге келіп тоқтамағанмен, талқылаудан кейін әркім белгілі бір түйін шығарды. Әрине, сын да бар, қолдау да бар. Мүмкіншілік болса, осы бүгінгі айтылған ұсыныстардың бәрін алдыдағы жұмыста қолданып, ары қарай жұмысты жалғастыруға дайынбыз. Самұрық Қазына ұлттық қоры бұл үлкен қор, қорға 500-ден астам жұмыспен қамтамасыз ететін компаниялар кіріп тұр. 300 мыңнан астам жұмыскер бар қордың компанияларында. Сондықтан әлеуметтік модернизация ең басты сұрақтардың бірі қазіргі кезде. Бір айтары, Самұрық Қазына өз ішіндегі мәселені шешумен ғана шектеліп отырған жоқ. Ұлттық әл-ауқат қоры Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайын жақсартуға өзіндік үлесін қосуда. Кәсіпкерлерге даму қоры қолдау көрсетсе, еңбек адамдарын орналастыру үшін жаңа кәсіпорындар ашылып жатыр. Қолжетімді баспана бағдарламасы арқылы мыңдаған адам тұрғын үймен қамтылмақ, ал халықтық IPO жобасы барлық азаматтарға қосымша табыс табуға мүмкіндік береді.